Сәлеметсіздер ме? Жардайларыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Шынымен де сіздің күніңіз қай жерде болса да тыныш өтіп жатыр деп үміттенемін. Ал егер олай болмаса, бұл видео бір сәтке, бар болғаны бірнеше минутқа сізді күнделікті күйбең тірліктен алыстатады. Елестетіңізші, аспан мен жер айырылмас болып көрінетін, бұлттар үйлердің шатырларында жай барақат жататын. Сіз таңертең оянып, терең тыныс алып, ешкім тимеген ауаны жұтып жатқандай сезінетін жерде өмір сүруді. Бүгін біз көліктердің дабылы, қарбалас, 9 жолдың торабы және ұялы телефондарыңыздың экрандарының жарығы туралы бір сәтке ұмытып, жер бетіндегі ең таңғажайып жерлердің біріне жол тартамыз. Бұл футуристік қала да, картадан ұмытылған орын да емес. Бұл Гриндельвальд. Альпінің ортасындағы аспанның өзі тыныштық пен жарықты қашап жасағандай кішкентай қалашық. Мұнда жаңа күн асығыспен емес, таулардан соғып, ағаш терезелерден өтетін желдің сыбырымен басталады. Көлік дабылдарының орнына құстардың сайрағаны және ауыл арқылы ағып жатқан жылғаның сылдыры ғана естіледі. Балкондары гүлдермен безендірілген, жуан бөренелерден салынған үйлер ертегілер бетінен түскендей. Мұндағы жасыл желек сондай ашық, оны енді ғана салғандай көрінеді. Ал жаңбыр жауғанда пейзаж сиқырлы кереңдікке ие болады. Соқпақтар сулы тас айналарға айналады, жаңбыр тамшылары шатырларға соғылады. Ал дымқыл жердің иісі қарағайдың хош иісімен араласады. Гриндельвальдта таулар жай ғана пейзаждың фоны емес, ұлылыққа толы, тірі, тыныс алып тұрған кейіпкерлер. Аңғардың үстінде көтеріліп тұрған олар мәңгілік ақ қарға оранған аспан күзетшілері іспетті. Кейде олар соншалықты жақын, қолыңды созып, олардың ұшар басындағы суық мұзға қол тигізуге болады. Жеңіл тұман бетпейлерді жағалай жайылып, нәзік бидегідей желмен айналады. Ал жаңбырлы күндері бұл би баяулайды, бұлыңғыр және құпиялы бола түседі. Бүкіл аңғар табиғатқа ғана түсінікті, ежелгі дуамен қамтылғандай. Мұндағы өмір өнімділік емес, тепе-теңдік айналасында өрбиді. Мәселе аз уақытта көп нәрсеге қол жеткізуде емес, ұстамдылықты сақтап, қарапайым нәрселерден ләззат алуда. Гриндельвальд тұрғындары ешқайда асықпайды. Олар серуендейді, амандасады, сөйлеседі, есігін күнде ашқанда көшені хош иіске толтыратын ескі пеште пісірілген нан сатып алады. Олар орындықтарда отырып, мұндағы өмірдің асықпай, жай барақа тағып жатқанын бақылайды. Гриндельвальдта көптеген отбасы шағын фермалармен немесе туризммен күн көреді. Бірақ қанша турист көп маусымда келсе де, мұндағы өмір ырғағы әр қашанғыдай өлшемді және тыныш күйінде қалады. Табиғатты мұнда жай ғана құрметтемейді, оны кие тұтады. Адамдар табиғаттың жомарттықпен берген жерін өңдейді, және әрбір жер телімі мен әрбір мал табынына өз туыстарындай қамқорлық жасайды. Еш нәрсе босқа кетпейді, өйткені мұнда бәрінің өз мақсаты бар. Және әрбір іс тек бүгінгі емес, болашақтың да табиғатын сақтаумен байланысты. Тіпті мұндағы жаңбыр да, айтпақшы, жаңбыр жоспарларды бұзбайды, керісінше өзгертеді. Ол гүлдерді ашық етеді. Соқпақтар әртүрлі оқиғаларды баяндайды.
Ал шатырлар өз әуендерін айтады. Оларға жасанды саябақтардың қажеті жоқ. Олардың саябағы бұл таулар. Балалар ерте жастан гүл түрлерін ажыратуды, климаттың өзгеруін түсінуді және жолда кездестіретін барлық жануарларды құрметтеуді үйренеді. Олар қалқаның артында емес, шексіз аспан астында өмір сүреді. Бұл қарапайым болып көрінеді, бірақ бәрін өзгертеді. Мұнда тіпті жыл мезгілдерінің де өзіндік ерекше мінезі бар. Көктем ұялшақ тау гүлдерімен келеді. Жаз қоңыраулардың сыңғырымен және шексіз серуендермен. Күз тарихтың иісін алып келетін самалмен. Ал қыс жақындап қалды. Бірақ мұнда тұрғанда ғана ашылатын бөлшектер бар. Мысалы, үйлердің қалай орналасқаны. Ретсіз емес, суық айларда күн сәулесін жақсырақ алу үшін бағдарланған. Көптеген үйде шағын ағаш оюлары. Ұрпақтан ұрпаққа берілетін ежелгі рәміздер бар. Кейбіреулері үйдің қорғауын білдіреді, басқалары егінге сәттілік әкеледі. Ал үшіншілері әр үйдің өз жаны бар екенін еске салады. Және бұл аңғарға ғана тән дыбыстар бар. Мысалы, күн батарда тауларда үрленетін мүйіздердің горн дыбысы, олар тау рухтары жауап бергендей шыңдар арасында жаңғырық болады. Немесе сиырлардың мөңіреуі. Жай ғана мөңіреу емес, күнделікті өмірдің музыкасы. Әр сиырдың өз қоңырауы бар. Және кейбіреулер сиырды дыбысынан танитынын айтады. Бұл асыра сілтеу емес. Мұнда жануарлармен байланыс соншалықты терең, көптеген адамдар оларды отбасының бір бөлігі деп санайды. Гриндельвальдтағы өмір уақытпен немесе жетістіктермен өлшенбейді. Ол көшеде кездестіретін сәттермен және көзқарастармен, төбеден сырғанап жүрген балалардың күлкісімен, зиян келтірмей сулайтын жаңбырмен, және әлемде сұлулық, сән салтанат емес, күнделікті өмірдің бір бөлігі болып табылатын жерлер әлі де бар деген сеніммен өлшенеді. Бір қарағанда Гриндельвальд әдемі тау ауылы болып көрінеді. Бірақ мұнда ұзағырақ болып, мұқият қарап, жүрекпен тыңдасаңыз, бұл жерді ерекше ететін құпиялар ашыла бастайды. Швейцарияның бұл бұрышы әдемі ғана емес, ол тарихпен тыныстайды. Тастар сияқты рәсімдерді сақтайды. Егер олар сөйлей алса, олар ешбір кітапқа сыймайтын оқиғаларды айтып берер еді. Гриндельвальд жеріне аяқ басқанда байқайтын бірінші нәрсе уақыттың мүлдем басқаша ағып жатқаны. Бұл адамдардың баяулығында немесе немқұрайлылығында емес, әрбір әрекеттің қаншалықты маңызсыз болса да, табиғатпен байланысты тыныш рәсімге қатысу сияқты өз ритуалы бар. Жай ғана еңбек болып көрінетін отын жарудың өзі қасиетті биге айналады. Балтаның әр соққысы дәлдікпен және тыныштықпен орындалады. Ағаш өзінің денесін бергені үшін үнсіз алғыс айтқандай. Мұнда асығыстық жоқ. Өйткені адамдар асығыстық қысқы түнде жылытпайтынын біледі. Краннан аққан су жақын маңдағы мұздықтан ағып жатқан жылғадан тікелей келеді. Ол соншалықты таза әрі суық, бір стақан ішу таудың дәл жүрегінен ішкенмен бірдей. Тағамдар сәнді емес, бірақ естен кетпейді. Ман, ірімшік, бақшадағы көкөністер, асықпай өсірілген ет. Әрбір тілім бір тарих. Әрбір рецепт ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Ал күн аяқталғанда шу да қарбалас та жоқ. Кек керең, нәзік тыныштық. Айналадағының бәрі үнсіз тыныс алып тұрғандай. Бұл тыныштық бізді жалғыз етпейді. Керісінше, жанның кереңінде бір жерде
тыныш емдейді. Кейде тыныштықты бұзатын жалғыз нәрсе алыстағы сиыр қоңырауының сыңғыры, немесе шағын үйдегі пештегі отынның жылы сытыры, және түн бесік жырындай жұмсақ түседі. Керезеден күңгірт сары жарық, жұлдыздарға толы аспан, және дәл осы сәтте сіздің жаныңыз нағыз пана тапқанын сезесіз. Ал жеңіл жаңбырдан кейін тас төселген көшелермен серуендесеңіз, көп адам байқамайтын нәрсені көруге болады. Бүкіл қала жарқырап тұрғандай. Дымғыл тастар жарықты ерекше жолмен шағылстырып, бір сәтке хрусталь үстімен жүріп келе жатқандай әсер қалдырады. Бұл табиғи әсер. Бірақ мұнда барлық табиғи нәрседе аздап сиқыр бар. Тіпті үйлердің атаулары да тарихты баяндайды. Көптеген үйлерде нөмір емес есімдер бар. Немблич, күнге қарау дегенді білдіреді. Альпенру, Альпі тыныштығы. Баренаус, аю үйі. Атаулар кездейсоқ емес, олар әдейі таңдалған, және көбінесе рухани мұра ретінде ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Гриндельвальд бұл бару үшін емес, сезіну үшін қажет жер. Бұл суреттермен бағындыратын қала емес, сәттермен бағындыру керек жер. Және мұнда қарағайлар, қар және тыныштық арасында әлемдегі ең ерекше нәрселерді кейде ең қарапайым нәрселерден табуға болатынын түсінесің. Гриндельвальдта ерекше тыныштық орнаған. Бұл жаман тыныштық емес, ол бос емес. Керісінше, айтуға тұрмайтын нәрселерге толы. Бұл тыныштық іште не болып жатқанын жақсырақ тыңдауға көмектеседі. Мүмкін сондықтан да көптеген адамдар мұнда бірнеше күнге келіп, жылдарға қалады. Ал түнде Гриндельвальд сипаттауға келмейтін нәрсеге айналады. Үйлердің оттары қараңғылықтағы жүрек соғысы сияқты. Ай шыққанда, ол қарды таңғажайып анықтықпен жарықтандырады. Дәрі ақ, тыныш және таза. Бүкіл ауыл сиқырлы пердемен оранғандай. Бұл қыста басқа еш жерде табалмайтын бір нәрсе бар. Мүмкін бұл адамдарды тоқтап көбірек сөйлесуге, экран алдында емес, оттың жанында әңгімелесуге мәжбүрлейтін шығар. Осы ұзақ түндерде оқиғалар жанға сіңеді. Аңғардың аңыздары қайта баяндалады. Қатал қыстар еске түсіріледі. Және тек қар астында айтылатын ескі әндер қайтадан естіле бастайды. Қыстағы Гриндельвальд бұл жай ғана пейзаж емес, бұл жан күйі. Бұл ұзақ демделетін бір шыны шайдан, ауыл дүкеніне дейінгі асықпайтын серуеннен, балкондағы жымыңдаған оттардан және қалтада бір-біріне ұмтылған суық қолдардан ләззат алу өнері. Мұнда қыс бұл айна және баспана, сынақ және марапат. Бұл өмір ерекше болу үшін міндетті түрде шулы болмауы керек деген қайталанатын сыбыр. Және ақырында түн түскенде шырақтар сөніп, бәрі жұмсақ ақ көрпемен жабылғанда, ұйқы алдындағы соңғы ой әрқашан біреу ғана болады. Осы қыз тағы біразға созылса екен. Егер сіз осы жерге дейін қараған болсаңыз, онда бұл видео сізге ұнағаны анық. Сондықтан осындай тамаша жерлерді зерттеуді жалғастыруымыз үшін жазылыңыз және лайк басыңызшы.